Сәлеметсіздер ме? Оқушылар, тілдерімізді дамытамыз. Қазір қай жыл мезгілі? Қыс айларын атаңдар. Қазір қай ай? Бүгін қандай күн? Бүгін ауа райы қандай? Ертең қандай күн? Қай күндері демаламыз? Қазір қандай сабақ? Қазақ тілі сабағы нешінші сабақ? Оқушылар, осы сұрақтарға жауап беру арқылы тілдерімізді дамытамыз. Ал енді оқушылар, өткен сабақта өткен ережелерді еске түсірейік. Осы сабақта алдында нақ осы шақ, ауыспалы осы шақ, жедел өткен шақ, ауыспалы келер шақ ережелерін өткен болатынбыз. Жасалу жолдарын айтамыз, қандай жұрнақтар арқылы жасалынады. Әр шаққа мысал келтіріңдер және сөйлемдер құрастырып үйреніңдер. Дұрыс, жақсы. Оқушылар, тапсырманы орындадыңдар деп үміттенемін. Үй жұмысын тексерейік. Үйге 103 бетте бірінші тапсырма жазбаша түрінде берілген. Екі бағанадағы сөйлемдерді сәйкестендіріп құрастыру керек. Оқушылар, бұл тапсырманы орындаған кезде дескрипторға назар аударыңдар. Бүгін сабақтың тақырыбы тарихи жолдың атауы. Название исторического пути. Сабақтың мақсаты мәтінді түсіну, тақырыбы мен негізгі ойды анықтаймыз және етістіктің шақтарын, ауыспалы келер шақтың қызметін білу, ауызша және жазбаша жұмыстарда қолдану. Мәтінмен танысайық, оқушылар. Отырар, Тараз, Сайрам, Исфиджап, Түркістан, Яссы, Суяб, Баласағұн, тағы сондай сияқты көне қалалар тек сауда ғана емес, мәдениет және ғылым орталықтары болды. Ертеде Тараз қаласындағы сауда базарын көргендер Тараз базары әлем айнасы дейтін. Себебі бұл жақта кез келген дүниені айырбастауға, сату мен сатып алуға болатын. Мыстан жасалған тұрмыстық бұйымдар мен қару-жарақтар, киім-кешек пен ер-тұрмандар саудаға түсетін. Отырар алқабына 150-ден астам кішкентай қала кіретін. Бұл елді мекен қорған сарайларға бай болатын. Саудамен қатар бұл аймақта білім мен ғылым саласы дамыды. Түркістан Яссы ертеден екінші Мекке деп аталып кеткен. Бүгінгі таңда көне қала әлемдік туризм орталығына айналды. Суяб пен Баласағұн қалаларында жыл сайын кен көлемде сауда жәрмеңкелері өткізілетін. Әртүрлі елден жиналған саудагерлер бас қосып сауда қарым-қатынасын орнататын. Оқушылар, мәтіннің аудармасымен танысыңдар. Отырар, Тараз, Сайрам, Исфиджап, Туркестан, Ясси, Суяб, Баласагун и другие древние города были не только торговыми, но и центрами культуры и науки. Те, кто видел рынок в Таразе, говорили, что Таразский рынок – зеркало мира, потому что здесь можно обменять, продать и купить что угодно. Продавались предметы домашнего обихода и оружие из меди, одежда и седла. Отырарская долина включала в себя более 150 небольших городов.
Это поселение было богато укрепленными дворцами. Наряду с торговлей в этом регионе развивались образование и наука. Туркестан Яссы издревле называли второй Меккой. Сегодня древний город стал центром мирового туризма. В городах Суяк и Баласагун ежегодно проводились торговые ярмарки. Купцы из разных стран встречаются и устанавливают торговые отношения. Ал енді оқушылар мәтін бойынша тапсырмаларды орындайық. Бірінші, көне қалаларды атаңдар, яғни мәтіндегі көне қалаларды теріп жазыңдар. Ребята, первое задание. Вам нужно выписать из текста название древних городов. Екінші тапсырма. Мәтінге тақырып қойыңдар. Озаглавьте текст. Үшінші тапсырма. Мәтіннің негізгі ойын бір сөйлеммен анықтаңдар. Основную мысль текста определить одним предложением. Ребята, при выполнении данного задания обратите на дескриптор. Көне қалаларды атады 1 балл. Мәтінге тақырып қойды 1 балл. Мәтіннің негізгі ойын анықтады 1 балл. Орфографиялық нормаға сай жаздыңдар. Оқушылар 1 балл аласыңдар. Келесі тапсырма. Етістікті ауыспалы келер шақта жіктеңдер. Ребята, следующее задание. Глагол сату вам нужно изменить в переходном будущем времени. Обратите внимание, глагол сату оканчивается на суффикс «у». Ранее я вам говорила, что когда к глаголам добавляются суффиксы времен глаголов, суффикс «у» выпадает. Давайте вспомним, как образуется ауыспалы келер шақ, то есть какими суффиксами образуется келер шақ. Правильно, ребята. Ал енді оқушылар үйге тапсырма жазып алайық. 104-ші бетте 7-ші тапсырманы жазбаша орындап келіңдер. Өздерін тұрған аймақтағы көрнекті жерлер туралы жазыңдар. Теңеу, эпитет сөздерін қолданыңдар. Ребята, домашнее задание вы должны написать о красивых местах своего родного края. В своих предложениях используйте теңеу, сравнение и эпитет. Осымен сабағымыз аяқталды, оқушылар. Сау болыңдар.